Сәлем достар, бүгін сіздерге Жусан Инвесттен толықтай таныстырып өтетін боламын. Және де Жусан Инвесттің қандай артықшылықтары бар, қандай мүмкіндіктері бар, және қалай инвестиция жасауға болады, қалай акция сатып алуға болады, және қалай тіркелуге болады, қалай ақша салуға болады. Сол туралы айтқым келіп отыр. Ең біріншіден бұны жазу үшін App Store немесе Play Market арқылы Жусан деген приложениені жазып аласыз, Жусан банкінің. Осыған кіресіз, осыған кірген кезде сізге не инвестициялы бөліміне өтесіз. Өткеннен кейін сізге тіркелуді ұсынады. Бұл жерде брокерлік шот ашу керек болады сізге. Ол қалай болады? Ол тез. Бұл жерде обновление болды, осыдан бір апта болып қалды. Тек сіз тіркелу үшін 1-ақ минутыңыз кетеді. Еніңізді жазасыз, бірінші этап. Екінші селфиға түсесіз, биометриялық өзіңіздің түріңіз арқылы селфиға түсесіз, және удостоверениеңіздің алды артын фотоға түсіріп жібересіз. Болды, осылай ғана сіз брокерлік шот аша аласыз. Ешқандай договорға қол қойып, оны почтаға жіберіп қажеті жоқ. Осыдан мен обновление болмай тұрып, мен 9 апрель күні мен договорға қол қойып, оны толтырып жіберген болатынмын 9 апрель күні. Енді мен ответ болмаған соң, брокерлік шотым ашылмаған соң, мен Жусан Инвесттің несіне жаздым, Instagram парақшасына жаздым. Осылай бір ай өтіп қалды деді, маған мен еніңізді жіберіңіз деді. Мен жібердім, содан кейін маған ағылшынша толтырып, яғни қайта толтырып кетті, қайтадан істеуіңізді ұсынамыз деді. Содан кейін мен қайта толтырдым, яғни қатты ұнаған жері сол болды. Қайта толтырған кезде 1-ақ минутым кетті. Енімді жаздым, фотоға түстім, удостоверением фотосын жібердім, болды. Мен қайтадан ответ жазған болатын. Содан кейін 16 сағат 4-те мен қайтадан заявка жібердім брокерлік шот ашуға. Енді маған почтаға сағат 4-те ашқан болатын. 4-те аштым. Енді маған Жусан Инвесттен жауап келді. Сағат 5-тен 29 кеткенде құттықтаймыз, сіздің брокерлік шотыңыз ашық деді. Яғни 1,5 сағаттың ішінде маған жауап келді. Осылай мен 3 деңгейден өту арқылы 1 минуттың ішінде солай брокерлік шот аштым. Енді мысалға бізде бұрын Freedom Finance'тан шот ашқан кезде де осылай договорға қол қойып көп уақыт кететін. Бұл жерде сіздің 1 минутыңызды ғана алады. Енді инвестициялар, яғни Жусан Инвестқа кірсеңіздер, жаңа инвестициялы бөліміне өттік. Міне бізге осындай быстрый старт деп тұр. Бұл неліктен? Бұл сізге Жусан Инвест өзінің клиенттеріне ыңғайлы болу үшін инвестиция және акцияға байланысты бір кішігірім 9 видео ұсынған, сізде сұрақтарыңызға жауап ретінде. Енді оны көру үшін кіріп көрейік. Міне сізге инвестиция деген не, бағалы қағаз деген не, инвестиция стратегияны қалай құрады, сол сияқты шотты қалай толтырады деген сияқты сіздің көптеген туындайтын сұрақтарыңызға жауап беріп қойған. Осыған кіріп қарасаңыз болады. Және де мен осылай шот аштым. Енді мен жұма күні аштым, сағат 6:30-да ашылды ғой, 5:30-да ашылды ғой менде. Одан кейін уже банк жұмыстан түседі. Жұмысы сенбі жексенбі күні ертеңінде. Ол күні жұмыс күні емес, яғни мен брокерлік шотқа ақша аударайын деп ойлағам. Енді оны ақшаны қалай аударамыз? Бұл жерде плюсті басам. Плюсті басқан кезде Жусан банктың карточкасы арқылы, Сбербанк арқылы, Киви және басқа да банктар арқылы ашуға болады. Басқа банк аударуға болады. Басқа банк арқылы аудару үшін бұл жерде біраз түсініксіз де болды. Маған артынан барып түсіндім. Бұл жерде сіз басқа банктың приложениясына кіріп, мына жерде реквизит деп тұр ғой. Сол жерден өзіңіздің реквизитіңізді алып, басқа банктен ақша аудара алады екенсіз. Мен бұны түсінбедім да. Жусан Инвесттен карточка аштырайын деп болатын. Сол сағат 5:30 кезінде мен Жусан банктен 1 минут ішінде онлайн карточка ашып алдым. Оны қалай аштым? Мен неге кірсеңіз, және Жусан банктың приложениясы кірсеңіз, мына бөлімге өтесіз. Осы бөлімге өткеннен кейін картаға тапсырыс беру деп тұр. Осыған бастым. Осының ішінде мына сары картаны таңдадым.
Бұл яғни физикалық картаны үйге тапсырыс беру мүмкіндігі. Сіз барғыңыз келмесе банкке осылай өзіңіздің үйіңізге тапсырыс бере аласыз. Мен осыны таңдадым. Маған майдың 5 күні карточкамды алып келіп береді, бірақ менде уже менің виртуалды түрде карточкам бар. Менде карточкамды көріп отқан шығарсыздар. 14.800 теңге. Мен қолыма алған жоқпын карточканы, бірақ менде телефонымда карточка бар. Осылай мен 1 минуттың ішінде карточка ашып алдым. Осылай сіздер де ашып алсаңыздар болады. Бұл брокерлік шотқа ақша аударып, одан шыққан ақшаны қайтадан аударып алуға өте ыңғайлы. Сондықтан мен осындай карточка ашып алдым. Және Каспий банктен 15 000 теңге аударған болатын осы Жусан банкке. Жусан банктың карточкасына 200 теңге комиссия ұстап 14.800 болып түсті. Енді осылай енді брокерлік шотқа ақшаны қалай аударамыз? Міне инвестициялық бөліміне өтейін. Міне плюсті басам. Міне Жусан банк деген таңдаймын. Мына жерден таңдалып тұр. Қазақстан теңгесі деп тұр. Міне осындай жерден 14.800 аударам брокерлік шотқа. Менде интернет ақырын болып тұр, күте тұрайық. Интернет дұрыс істемей тұр. Осылай брокерлік шотқа ақша аудара аласыздар. Мен жұма күні ашқандықтан, менде интернет істемей тұр. Жұма күні ашқандықтан, менде сенбі күні жұмыс істемейді ғой банктер. Мен сосын аударайын, қазірше интернет дұрыс істемей тұр. Осылай аударасыздар. Мен жұма күні ашқандықтан, жексенбі күні жұмыс істемейді, сондықтан осы бүгін дүйсенбі күні аударып отырмын. Енді осы аударған ақшам бір немесе 3 күн ішінде менің брокерлік шотыма келіп түседі. Осылай ақша аударуға болады. Енді жалпы акциялармен таныстырып өтейін. Бұл приложенияда өте ыңғайлы, өте әдемі, адамға көруге ыңғайлы. Қарасаңыз ақша салғыңыз келіп тұратындай қылып жасаған. Маған өте қатты ұнаған жері осы болды. Міне сізге менде де комментарийда көп сұрақтар болды ғой. Не сатып алуға болады, қандай акциялар сатып алған дұрыс деген сияқты. Бұл жерде сізге міне уже Жусан Инвестте сізге ұсынып қойғанда. Міне біздің клиенттердің таңдауларды беріп қойған. Және де біздің Кассе Қазақстанның биржасынан. Бұл жерде міне Халық банк, Каспий, Казатомпром сияқты Қазақстан компаниялары да берілген. Және басқа шетел компанияларда берілген. Бұл жерде сіз теңгемен сатып ала аласыз. Тағы да міне 4 миллион теңгеге дейін не сатып алуға болады деген сізге акция компанияларға ұсынып қойған. Және де бұл жерде PIF деген зат бар. Мен алдыңғы видеомда айтқан болатынмын. Бұны бөлек видео қылып шығарам, тек қазір қысқаша айтып өтейін. PIF деген бұл бір фонд. Мысалға да кіріп көрсетейін. Міне алға деген PIF. Бұл жерде доллармен ашу керек екен. Бұл жерде сіз Apple, Tesla, Microsoft компанияларына көп ақша кетеді ғой өзінің акциясын сатып алу үшін. Сіз мұнда $1 да сала аласыз да. Былайша айтқанда Tesla'ның акциясын $1 сатып алу деген сияқты ғой. Осылай сізге PIF деген осындай фонд болады. Сіздің ақшаңызды салсаңыз белгілі бір пайызбен сізге кіріс алып келіп отырады. Тағы да достар дегенді көрсетейін. Мысалға бұл жерде сіз 1 теңгеге дейін 1 теңгеде салсаңыз болады. Мысалға 5 миллион деп алып көрейік максимум. Мысалға 5 миллион салдыңыз сіз бүгін. 5 жылдан кейін сіздің ақшаңыз 8 миллион 662 мың теңге болып тұрады, өсіп тұрады. Мүмкін одан да көп болуы мүмкін. Бұл жалпы 1 жылдық пайызбен есептелінген. Осыл бойынша
PIF деген жалпы осындай. Бұны толықтай айтып өтем, тек көп уақыт алмай қояйын қазірше. Және де бұл жерде сізге дайын портфельдер ұсынған, мысалы киберспорт деп беріліпті. Киберспортқа, яғни компьютердің бөліктерін шығаратын, және де тағы да осы ойынға байланысты, ойын ойнайтын адамдар түсінеді. Осыған байланысты, мысалы Intel'ді өздеріңіз білетін шығарсыздар, кез келген компьютерді алсаңыз Intel'дің процессоры қойылады. Осы сияқты дайын портфельдер ұсынған. Міне тағы да көрсетейін. Киберспорт, Green Energy, бұл жерде Tesla бар, Next Energy бар. Осындай компаниялар ұсынған, сізге дайын сатып алуға болатын сенімді деген сізде осы ненің Жусан Инвесттің мамандары ұсынған. Осылай, және де әртүрлі нелер берілген, фэшн, әйел адамдарға арналған компаниялар. Әйел адамдардың қолданатын осы тауарларына ішіне кіріп көрсетейін. Мен жалпы білмеймін, бұл Nike-та ғана біледі екен, басқа компанияларды білмедім. Осындай дайын портфельдер ұсынған бізге, өте ыңғайлы. Және бұл жерде кез келген компанияның акциясын сатып ала берсеңіз болады. Бұнда таңдау деген шектеусіз. Поискқа жазасыз, қандай компания. Мысалға, Каспийді жазып көрейін. Каспийдің бізге акциясын осылай тез әрі ыңғайлы ретінде іздеп тауып алуыңызға болады. Қазір мен интернет істемей тұр. Ақырын болып тұр. Міне шықты, $87 қазіргі бағасы. Осылай сізге магазин осы жерден поисктан кез келген компанияны іздеп сатып ала берсеңіз болады. Жалпы таныстырып өтейін дегенім осы. Және тағы да идеялар, мына жерде идея деген бөлімге өтсеңіз, бұл жерде сізге жалпы жаңалықтарды ұсынып отырады, қандай жаңалықтар, яғни әсер ететін акцияның өсуіне, түсуіне, сол сияқты компаниялардың жаңалықтарын сізге ұсынып отырады. Тағы да не айтуға болады? Мұнда да танымал акцияларды бөліп қойған, энергетика деп бөліп қойған, финансқа, банктер жатады, Макдональдс бар. Мұнда алтынның несінде сатып алуға болады, бірақ оған бөлек алтынға арналған шот ашу керек болады. Мына жерде gold деп тұр ғой. Осылай, және ETF фонд. ETF фондқа да бөлек видео шығарамын. Нет туралы, ол дегеніміз не деген сияқты. Бұл жерге де ақша салу өте сенімді деп айтуға болады. Жалпы осындай Жусан Инвесттің өздеріңізде кіріп көрсеңіздер болады. Өте ыңғайлы, өте әдемі етіп жасалған. Маған ең қатты ұнағаны осы болды. Және шотты 1 минуттың ішінде толтырып ашуыңызға болатыны өте қатты ұнады. Қазір заманның дамуына байланысты ешқандай осы қол қойып, сондай нені қазір дамып жатқандықтан, сіздің мысалға біз биометрия, яғни Face ID арқылы, Face ID дегеніміз білетін шығарсыздар. Бұл телефонның камерасы арқылы, алдыңғы камерасы арқылы сіздің бет әлпетіңізді көру арқылы сізге сіздің неңізді құрады, былайша айтқанда. Мысалға біз телефонда блокировкасын ашу үшін Face ID-мен ашамыз ғой. Ешқандай қолмен пароль жазып ешқандай қажет жоқ. Сол Face ID-ді қолдану арқылы сізге шот ашып береді. Кейінгі заманда да бәрі осы биометриялық неде дамитын шығар, өйткені қазір бәрі онлайнға көшіп жатыр ғой. Сол себепті осы негізгі көп қыртып кеткен сияқты, негізгі таныстырғым келген осы. Енді қазір интернет дұрыс істегеннен кейін өзімнің брокерлік шотыма ақша аударамын. Ал қазіргі мендегі ақпарат осындай. Алдағы уақытта PIF туралы, жалпы PIF-ті бүкілін таныстырып өтем, және ETF фонд туралы не екенін түсіндіріп өтемін. Бүгінше осы, рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сол.